Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз әріп пен дыбысқа байланысты. Сонымен осы тақырып аясында біз әріп пен дыбыстың айырмашылығы жөнінде айтатын боламыз. Дыбыс пен әріп тілдің дыбыстау мүшелері арқылы айтылып, құлақпен естілетін үн дыбыс деп аталады. Ал оны жазу тілінде белгілейтін шартты белгі әріп деп аталады. Яғни дыбысты айтамыз және естиміз, ал әріпті жазамыз және көреміз. Әріп жазуда дыбысты белгілейтін шартты таңба. Дыбыстар туралы айтатын болса, қазір қазақ тілінде 38 дыбыс бар деп көрсетіліп жүр, ал 42 әріп бар. Әріптердің белгілі бір ретпен тізілген жинағын алфавит, яғни әліпби деп атаймыз. Қазақ тіліндегі алфавит тәртіппен тізілген әріптер, олар мыналар мінекей, барлығы жоғарыда айтты 42 әріп бар екен қазақ әліпбиінде. Дыбыстың түрлері. Қазақ тілінде дыбыстар дауыс қатысына қарай үлкен екі топқа бөлінеді: дауысты дыбыстар және дауыссыз дыбыстар, яғни бұл дауыстың қатысына қарай. Қазір қазақ тіліндегі дауыстылар, олар а, о, е, а, о, ö, о, ö, и, у, бұлар кейде дауыссыз, кейде дауысты болып келуі мүмкін. Қазіргі қазақ тіліндегі дауыссыз дыбыстар б, в, г, ғ, д, ж, з, қысқа и, к, қ, л, м, н, ң, п, р, с, т, х, х, ф, х, ц, ч, ш, у, бұл кейде дауысты, кейде дауыссыз болып келеді. Сонымен балалар, дауысты және дауыссыз дыбыстардың айырмашылығын білесіздер деген ойдамын. Дауысты дыбысты біз үнмен шығарған кезде белгілі бір дауыс, яғни әр жағынан саңқылдаған үн шығады. Ал дауыссыз дыбыстар, бұлар бір қатаң естіледі. Ешқандай дыбыс шықпай, дыбыс шығады, бірақ ол жағына тұйып қалады. Сонымен сөйлеу тілінде дыбыстау мүшелері арқылы айтылып естілетін тілдік құбылыс дыбыс деп аталады. Әріп дыбысты таңбалау үшін алынған белгі. Демек, дыбыстың жазбашасы ол таңбасы әріп болып есептеледі. Дыбыстау мүшелері арқылы жасалады дыбыс. Олар оған қандай мүшелер қатысады? Өкпе, кеңірдек, дауыс шымылдығы, тамақ қуысы, кішкене тіл, ауыз қуысы, жерде қате кетіп қалыпты, көмей, таңдай, тіл, тіс, ерін, мұрын қуысы, бұның барлығы дыбысты шығару үшін, дыбысты жасау үшін қатысатын дене мүшелері. Сонымен дыбыс пен әріптің айырмашылығын не екенін білесіздер деген ойдамыз. Дыбысты біз жаза алмаймыз, әріпті жазамыз, тақтаға, дәптерге жазамыз. Дыбысты біз естиміз, әріпті естімейміз, тек қана көреміз. Осындай айырмашылықтары бар. Балалар, дыбыс пен әріптің айырмашылығы жөнінде немесе осыларға қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар, мен жауап беретін боламын. Келесі сабақта кездескенше.